қалмаған өзің, менің қасымда тек өзің едің, менің барымда ұмыттың бәрін, оралмашы, тыныштық берші жаныма. Танымал блогер Мұрат Әбділда қазір 167-те 3 жалпы режимдегі колонияда жазасын өтеуде. Әлеуметтік желдегі тікелей эфирмен танылған түркістандық азамат өшпенділік тудырды деген айыппен 4,5 жылға бас бостандығынан айырылған. Қазір оның қолында телефон емес, дәнекерлеу құрылғысы бар. Колонияда жұмыс істеп жүрген Мұрат Әбділда рұқсат етілген уақытта кітап оқимын дейді. Осы уақытында енді кітап оқимын, Мұқағали Мақатаевтың кітабы бар, өзіммен бірге. Сол Мұқағали енді қанша дегенмен шығармашылықтың адамы, әлі өнерді ұмытқан жоқпын. Алла қаласа шыққаннан кейін жақсы образбен шығатынында 100% кәміл айтам. Дұрыс, мен жақтаушылар да болады, даттаушылар да болады. Өмір болғаннан кейін 50-де 50 ғой. Жоқ, сынбаймын, Алла қаласа шыққаннан кейін. Менің өмірде жалғыз анам бар, тек сол анама ғана керек екен. Басқа менің өнерде сыйлап жүрген бауырларым ренжімесін, мен біреу іздеп келген жоқ. Әрине мен ол кісілерге жамандап ештеңе демеймін. Тек анама ғана керек екен, соны ғана түсіндім. Инстаграм жұлдызы дәнекерлеу цехында металл бұйымдарын жасаумен айналысады. Сотталғандар мұнда өз жұмыстарына жауапкершілікпен қарайды. Олар әдеттегі тапсырыстардан бөлек шайханаға үстел мен әткеншекте жасайды екен. Ағаш өңдеу цехы бар, концернде банк жабатын цехтарымыз бар. Қазіргі таңда сотталғандардың шығуына, бостандыққа тәрбиелеп, дұрыс жолға салып, сырттағы бала шағасына әке-шешеге көмек ретінде ескілерін жабу мақсатында сотталғандарды жұмыспен қамтып жатырмыз. Яғни сотталған азаматтар мекеменің ішінде осы жұмыспен қамтылып, уақытылы айлықтарын алып, сырттағы бала шағасына жіберіп жатыр. Слива. То же самое желтый лучше берем. Мол покажем. Колониядағылар қысқа дайындықты бастап кетіпті. Қазір осы цехта компот пен джем қайнатады. Мұнда да сотталушылар барын салып жұмыс істеп табыс табады. Экономите сахар, сейчас вообще дефицит. На здоровье не надо экономить. Да? Хорошо. Это на одну банку? На одну банку кладем все полностью. Потом заливается кипятком. Кипяток, тоже стерилизованная вся вода. И идет она тоже перед тем, как это все класть, она все это постерилизуется. Сотталғанға дейін әлеуметтік желі жұлдызы немесе бұрынғы жоғары лауазымды шенеунік болса да, колонияда бәрінің деңгейі бірдей. Ешкім оларға арнайы VIP орын дайындап педофилдер мен адам өлтіргендерден оқшауламайды. Өйткені мұндағылардың барлығы бірдей жазасын өтеп жатқандар. Мөлдір Ибадуллаева, Жабриэль Қасымов, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.